Бүгін біз осындай үй жағдайында керемет холодец дайындайтын боламыз. Өте керемет болып шығады, өйткені денсаулыққа өте пайдалы, қыста жеген өте дұрыс. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер, өз формасын керемет ұстайды. Осылай біз сиырдың аяғын жақсылап тазалап алып, бір қайнатып суын төгіп тастаймыз. Ол қайнатпасақ, өйткені майы көп шығады. Ал екінші рет тағы су құйып жақсылап қайнатамыз. Кемінде 7-8 сағат қайнауы керек. Сол кезде мен сиырдың етін салып жібердім, ерекше болсын деп. Осылай сиырдың етін жақсылап турап, сүйегінен ажыраған еттерді де жақсылап турап қайта сорпаға саламыз. Сорпаға тұз және де лабыр жапырағы, сәбіз, чеснокты салып, жақсылап араластырып, бір 5-10 минут тағы қайнатып жібереміз. Сосын осы туралған заттарымыздың барлығын сорпаға саламыз. Осылай керемет етіп шығады. Мінекей дайын. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Болсын, менің парақшама тіркеліп қойыңыз.